қадамыңа гүл бітсін. Әлемнің жүрегін әлеуметтік желі жайлаған, санамыз сымсыз телефонға ессіз байланған, қоғамның құндылықтары құнсызданған заманда өмір сүріп жатырмыз. Қыздың қылығы қисайған, келіннің ибалы әдебі азайған қоғамның Құдай ақырын берсін. Сол айтпақшы, бір шалдың сүт кенжесі үйленсе керек. Жаңа түскен жас келін күні түні әлеуметтік желіде отырып, әбетке дейін ұйықтайды екен. Басын таңғы шай қысып, шал байғұс ұлының бөлмесінің есігін қағуға 10 рет барып, келіннен ұялғаннан 10 рет қайтады екен. Бір күні әбден шыдамы таусылғаннан, қарама-қарсы тұрған қызының есігін қағып тұрып, әдейі келінге естірте дауыстапты. «Қызым, тұр, шай қой, барған жеріңде ұйықтайсың» депті. Әзілде болса бүгіннің ащы шындығы осы. Ертеңгі біреудің табалдырығын келін болып аттайтын қызымызға осы бастан келіннің әдебін санасына сіңіре беру керек секілді. Кісі есігі тоң есік, ерітерге ер керек. Заманында ұзатылған қызының артынан араға жыл салып ата-анасы барады екен. Барғанша қыздың анасы құда-құдағидан алғыс аламын ба, әлде көргенсіздің тәрбиелеген баласы деген атаққа қалам ба деп жанын шүберекке түйіп баратын болыпты. Келін келісті болса, қыздың анасы құдағи жүзік тағып қайтады екен. Келіннің сөзі мен ісі келіспесе, құдаға тісі қағылмаған қойдың басын тартатын болыпты. Бұл деген сөз, қызыңа тәрбие бере алмаған құдағи сенде тісім бар деген емеурін болса керек. Ішкені алдында, ішпегені артында, үлде мен бүлдеге оранып, уақытын желіде өткізіп отырған бойжеткен қызға тұрмыс құра сала ибалы келін бола салуда оңай шаруа емес. Қандай сөз болса да, бірінші анасына келеді. Анасын көріп, қызын ал. Аяғын көріп, асын іш деп атам қазақ бекер айтпайды. Бүгінде бұрымды бойжеткеннің анасы болуда оңай шаруа емес. Тісі қағылмаған қойдың басынан Құдай сақтасын. Құдағи жүзік таққым келеді десеңіз, осы бастан қызыңызды қылығымен әбден қадағалаңыз. Қылықты қыздарын әдепті, ибалы келін қылып, тәрбиелей алған асыл аналарымыздың қадамына гүл бітсін.